Бүгінгі подкастта дәрігер, нутрициологпен бірге жүктілік кезіндегі тамақтану туралы сөйлесетін боламыз. Яғни жүкті келіншектің дені сау болу үшін, құрсағындағы бала дұрыс даму үшін, дені сау болу үшін қалай дұрыс тамақтану керек, және де жүктілік кезінде өте жиі кездесетін запор проблемасын қалай алдын алуға болады, қалай емдеуге болады. Тағы да басқа өте көптеген сұрақтарға нутрициолог дәрігер осы подкастта жауап беретін болады. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Аида ханым, сіз негізі жалпы врач общей практики дейді ғой, жалпы тәжірибелі дәрігерсіз. Неге нутрициология? Нутрициологияға жалпы қалай келдіңіз? Енді ол үлкен история. Альхамдулилля, Аллахтың қалауымен бұл салаға жайдан жай келген жоқпын. Өйткені өзімнің отбасымда үлкен проблема болды. Жолдасымда аллергия болған. Соны емдеу барысында біз бірнеше медицинаны көрген болатынбыз. Өкінішке орай көп медицинаның қауқары жетпегендіктен мен осы нутрициология саласына келіп, бүкіл образ жизниді, питаниямызды өзгерту арқылы, альхамдулиллах, күйеуімнің астмаға айналған аллергиясын жазып емдеп шықтық. Содан кейін уже нутрициологияға? Содан кейін мен полностью баспен кірдім ғой. Бірақ мен превентивный подходта, именно превентивный медицина осы нутрициологиядан бастадым да, яғни ең төменнен бастадым. И альхамдулиллах, өте көп жетістіктер. Мен негізі сұрағым келгені, сіз превентивті жағынан қарайсыз нутрициология. Негізі нутрициология доказательный медицина жағынан да бар ғой, дәлелді медицина. Неге превентивті медицина? Немесе сіз дәлелді медицинаны да, превентивті медицинаны да қолданып жұмыс жасайсыз ба? Мен дәлелді медицинаны, ол основа. И превентивті медицинаны мен комплексті лечениеде қосам. Өйткені біздің организміміз единый целый. Оны бір тұтас экожүйені біз бұза алмаймыз. Барлығы бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Сондықтан менің ұстанымым ол барлық медицинаның бағыттары дұрыс, бірақ сол жерден мен өзіме керегін аламын. Ал онда неге дәлелді медицинадағы дәрігерлер превентивті медицинадағы дәрігерлерді көп тарапта мойындамай жатады? Ондай мен кездестіңіз ба жалпы? Просто олар ара жігін біле алмайды деп ойлаймын. Өйткені негізі дәстүрлі медицина, дәлелді медицина, ол біздің бірінші базовый білім ғой. Уже превентивный медицинаны білу, сен базаны білмесең, сен превентивті медицина кете алмайсың дальше. Яғни превентивный медицина дегеніміз осы базамен плюс превентивті медицинаны білген кезде сен уже превентивті дәрігер боласың да. Сондықтан бәрібір де ол дәлелді базовый медицина болу керек, ол біздің основа. И одан кейін қосымша әрине ол превентивный медицинаның білімі деп ойлаймын. Түсінікті. Енді негізі бүгінгі подкасттың көп бөлігін мен жүктілік кезінде тамақтануға арнағым келіп тұр. Өйткені менің көрермендерім басым көпшілігі жүкті келіншектер болғаннан кейін сіз өзіңіз нутрициолог ретінде қандай рекомендация берер едіңіз жүктілік кезінде тамақтану? Өйткені бізде мысалға екі адам орнына тамақ жеу деген нәрсе бір ұғымдар бар да. Жалпы нутрициолог ретінде жүкті келіншектерге тамақтану барысында қандай бір кеңестер берер едіңіз? Жалпы біздің тамақтануымыз ол базалық біздің қажеттіліктеріміз жабу. Біз не үшін тамақтанамыз? Біз яғни күнделікті жаңағы қолданатын энергиямызды жабу және күнделікті қолданатын витаминдер, минералдардың көзін толтырып отыру. Бірақ өкінішке орай қазіргі уақытта енді изобилие ғой, қаншама тамақтар өте көп түрі. Поэтому адамдар просто қолынға ілінген немесе көзіне әдемі көрінген немесе иісі күшті болғандарын жейді, бірақ бізде тамақтану балансын бұзады. Яғни көп адамдар қалай дұрыс тамақтану керектігін білмейді. Бұл жүкті әйел болсын, бұл емізулі әйел болсын, бұл жалпы тұрмыс құрмаған қыз келіншек болсын, олардың барлығы білу керек нәрсе. Біз балансты білуіміз керек. Яғни біз каждый раз тамақтанған сайын бізде ақуыз балансы болу керек, май және көмір сулар, сложный углеводтар, потом клетчатка болу керек. Осы нәрсені біз жақсылап ұғынып алсақ, бізге кез келген жерде біз дұрыс тамақтана аламыз. Өкінішке орай осы қарапайым нәрсені адамдар білмегендіктен, олар дұрыс тамақтануды қиын деп ойлайды, немесе оны тек қана бай адамдар қолданады, немесе кейбір адамдар оны тек қана ауру адамдар қолданады деп ойлайды. Немесе қиын бір рецепттер деп ойлайды. Немесе қиын рецепттер деп ойлайды. На самом деле ол өте оңай. Мен мысалы өзім ағза тазалау курсында осының әліппесін үйретемін да. Кітабымда да бұның неден тұратынын былай жіліктеп жазған болатынмын. Енді қазір базовый нәрселерге тоқталып кетсек. Мысалы ақуыздың көзі ретінде ол кез келген ет өнімдері, балық өнімдері, жұмыртқа, осыларды біз база ретінде ол ақуыздың көзі ретінде қолдануымыз керек. Екінші мәселе ол май.
Мысалы ол курдюк болсын, кейбір адамдар курдюк жей алмайды ма, ол адамдарға растительный майлар, мысалы кокос майы немесе оливковый масло, бірақ бұл салатқа араласқан болса да, немесе бұл білмеймін, жаңағыдай соус ретінде қолданса да, немесе масло гахи деген сияқты бұлар болу керек. Кейбір адамдар ойлайды, май жеу керек дегенге, бір прямо іркілдеп тұрған май ол тарелкада тұру керек деп ойлайды да. На самом деле майды біз әртүрлі позицияда қолдана аламыз. Салат, мысалы, көмірсулардың көзі ретінде біз салат алатын болсақ, соған заправка ретінде май қолдансақ, уже сіздің рационыңыз полноценный болып жатыр да. И осыларға обязательно күрделі көмірсу. Не үшін күрделі көмірсу керек? Мысалы, оларға бізде тары, гречка, күріш деген сияқты өнімдер жатады. Бұлар не үшін керек? Бұлар бізге энергияның көзі ретінде қолданамыз. И осыларды араластырып, біз түрлі рецептер жасай берсек болады. Мысалы, мен медицина қатысым жоқ, среднестатистический адам ретінде мен қанша рет күнде тамақтану керекпін? Мысалға, қанша ет жеу керекпін? Мысалы, хотя бы в граммах қанша май жеу керекпін деген сияқты бір өзінің заңдылықтары бар ма? Мысалы, қарапайым адамға бір элементарный сөздермен айтып түсіндіретіндей. Мысалы, егер ауырмайтын адам болса да, барлығы идеально, бірақ дефициттері жоқ, мысалы. Просто дұрыс өмір сүргісі келетін адам болса, күніне 3 рет тамақ жеу, ол нормально. Жеткілікті. Ешқандай перекуссыз. Қазіргі уақытта өкінішке орай перекус деген нәрсе өте көп адамдардың фокусын алады. Адамдар жолда кетіп бара жатқан кезде фастфуд көріп, соны жей салғысы келеді, немесе бір жерге біреумен кездесуге барған кезде обязательно кола, немесе кофе, немесе тәттімен, немесе круассанмен бір шай іше салу мода сияқты болып кеткен. Бірақ мен осы нәрсені қазір кішкене өзімнің кездесулерімді, мысалы, паркке деген сияқты ауыстырамын да. Давайте мен кездесуімді, мен бүгін 10 000 шақты осындай уақытта жасаймын, давайте сөйлесіп, президентский паркте дейсің да. И айтады, действительно, неге біз осындай нәрсені до этого вообще мен ойланбаппын дейді да. Кездесу деген тек қана кафе и кофе мен чай деп ойлаймыз ғой. Тек дастархан бас деп шектеп қалғанбыз да. А на самом деле оны, мысалы, гольф ойнаумен деген сияқты да, или жаңағыдай активный отдыхпен де байланыстыруға болады ғой. Күшті идея. Поэтому бұл әдетті негізі біз өзіміз жасаймыз да. Күніне, мысалы, 3 рет тамақ ішуге де болады. Егер сізде ожирение, тағы басқа проблемалар болса, даже 2 рет тамақтансаңыз, тоже ол идеальный вариант да. Ал енді истощенный организмдерге оларға енді комплексны өздеріне арнайы бір меню тағайындалады. Бірақ среднестатистический адам 3 рет тамақтану былай жеткілікті. Ал енді жүкті келіншекті алатын болсақ, сіздің айтып отырған среднестатистический адамнан айырмашылығы бар ма жүкті келіншектің тамақтануынан? Жүкті адамдарда, мысалы, токсикоз болуы мүмкін, немесе оларда анемия болуы мүмкін, немесе гипотереоз болуы мүмкін, немесе зат алмасу процесінің проблема, или бір угроза деген сияқты нәрселер болуы мүмкін. Оларды біз 3 реттіктен 5 реттікке дейін тамақтандыра аламыз. Яғни кейбір адамдардың, мысалы, қорытуы, зат алмасу процесі өте баяу адамдарда, олар, мысалы, бірден көп мөлшер тамақ іше алмайды, сондықтан ол порциясын бөліп и сағатында соған байланысты, мысалы, 2 сағат сайын, 3 сағат сайын тамақтануға болады. Мысалға, біз токсикоз кезінде әйелдерге 2-3 сағат сайын тамақтаныңдар, бірақ аз көлемде деген сияқты сондай рекомендация береміз. Демек, жүктілік кезінде перекус болады. Перекус болады, бірақ перекус желательно ақуыз форматында болған дұрыс. Углевод емес дейсіз ғой? Углевод емес. Мысалы, көп адамдар ойлайды, перекус десең, алма жей салу, немесе банан жей салу деген сияқты. Ал ол бізде углеводтың көзі. Ондай перекус жегеннен кейін адам наоборот одан сайын табиғаты ашылып, ол ожирениеге алып келуі мүмкін да. Ал енді жалпылама адамдарды айтатын болсақ, енді жүктілік кезінде тек осы, то есть дұрыс жүктілік кезінде былай адамнан ешқандай тамақтануда ешқандай айырмашылығы жоқ. Просто ақуыздың көлемі жақсырақ болу керек. Өйткені өзіңіз байқайсыз ғой, анализдерді қарасаңыздар, жүкті әйелдерде автоматом ақуыз бізде түсіп кетеді. Потому что ол біздің строительный материалымыз, а бала бізде кәдімгі үлкен бір проект қой дайындалып жатқан. И оған міндетті түрде ақуыз керек та. А бізде не үшін ақуыз түсіп кетеді? Бізде біріншіден гипоцитный состояние, асқазанда тұз қышқылдылығы өте төмен болады. Әйел адамдар дұрыс шайнауды білмейді, и тамақты асығып жейді, и болмаса көбінесе жүкті әйелдердің проблемасы тек өзінің қалаған жаңа тәттілерін жей салу, печеньемен шай іше салу деген сияқты нәрселер. Немесе бір сүйікті тамағы болады, тек соны ғана жеп жүреді. Қалған баланстарды ойламауы мүмкін да. Сондай кезде біз кішкене баланың
дамуына қауіпті нәрсе жасап қоюымыз мүмкін. Поэтому әрбір осознанный әйел жүктілікке дайындықпен келу керек. Әсіресе жүктілікке дайындық кезінде өт жүйесін, бауыр, жалпы ағзаның тазалығын қаттырақ мән бергені дұрыс. Өйткені өтте застой болса, ол обязательно токсикозға алып келеді дегендей, одан кейін тамақтың дұрыс тұтынбайды, қолданбайды, одан дефициттік жағдай болады, сонымен цепочкамен проблемалар көбейе береді. Естественно, қазір гипотиреоз өте көп әйелдерде, поэтому өкінішке орай распен, аутизммен проблема балаларда өте көп туып жатыр. Бұл осы жүктілік кезіндегі осы токсикоздың бірден бір әсерінен болады. Поэтому витаминдерді, дефициттер, минералдарды толтырып барып көтерсе, біз сау ұрпақ әкелуге мүмкіндік жоғары болады. Ал егерде әйелде уже токсикоз бар, мысалға жүкті келіншек, оны тек қана дұрыс тамақтану арқылы осы токсикоздан арылуға бола ма? Дұрыс тамақтану арқылы болады, бірақ ол аздық болады. Өйткені бізде уақыт өте тығыз, сондықтан оларға қосымша нутриенттер керек. Ал жаңа сіз айтып жатырсыз, өт проблемалары деген сияқты, оның бәрін жүктілік кезінде де реттеп қалыптастыруға дұрыстауға болады. Түсінікті. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, шайнау деген сияқты. Негізі осындай нәрсе бар, бір 20 рет шайнау керек деген сияқты. 30-40 рет. Уже 30-40 рет. Біз егер 30-40 рет шайнайтын болсақ, онда аптечный крион, мезинфорте деген сияқты арнайы энзимдерді қолданбайтын едік та. Экономия болатын еді. Мысалы адамдар қазір енді ақшасын санап жүреді ғой. Содан лишний раз, если энзим алғыңыз келмесе, тамақты қорытатын заттар алғыңыз келмесе, онда просто так шайнауды үйреніңіз. Менде нелер бар, пациенттер бар, өздеріне эксперимент жасайды. Мен айтамын ғой, давайте 20-30 рет шайнауды қолға алыңызшы деп. Сөйтсем бір пациент бүйтіп істепті да, балалармен бірге. Өзі күнделікті әдеттегі шайнайтын алғанда түкіріп неге қойыпты, қасыққа. Екіншісін 30 рет шайнап түкіріп қойыпты. Екеуін айтты, айдыңықтарына қараңызшы, қандай разница дейді. Оказывается, мұнда деген кәдімгідей крупный заттар көп екен ғой дейді. Мұнда просто сұйық нәрсе дейді. Айтамын, вот видите, асқазанға біз қандай нагрузка жасаймыз. Біздің асқазанымызда тіс жоқ қой, мысалы крупный нәрсені ертетін, қорытатын. Біз соны береміз, и біздің өзіміздің запастағы энергиямыз соны қорытуға кетіп қалады да, и тамақтан кейін бәрі ұйықтағысы келеді. Это же не норма, тамақтан кейін ұйқы келу, это не норма. Значит, біздің энергиямыз соны қорытуға көп кетіп жатыр деген сөз да. Поэтому егер энергияны көп болғанын қаласа, тамақ дұрыс қорытылғанын қаласақ, онда міндетті түрде біздің асқазанымызға жеңіл қорытылатындай етіп біз тістің өзінің функциясын жасауымыз керек. И еще бір пайдасы тісті шайнаған кезде, әсіресе бұны балаларға көп үйрету керек та, или балалармен тамақ ішіп отырған кезде ойын ойнату керек, кім көп шайнайды деген сияқты. Сол кезде тістің арасында бізде бездерден слюна бөлінген кезде, бұлар бізде мощный антисептикалық эффект береді. И бұл тамақтардың термообработкадан өткізгенде бұлар өз слюнаның обработкасына өтіледі да, антибактериальный обработкадан өтеді, арнайы ферменттер арқылы. И паразиттердің, мысалы, вдруг шөп шалаңдарда кетіп қалған яйцеклеткалар болса, соларды өлтіреді уже ауыз қуысында. Сілекейдің өзі. Сілекейдің өзі, иә. И ол сілекей, антибактериальный сілекей, ол бізде кариестердің түзілуін қамтамасыз етпейді. Көп жағдайда алдын алады дейсіз ғой кариестің. Балаларда не үшін қазір кариес өте көп, потому что олар шайнауды білмейді. Өте жұмсақ өнімдер көп жейді. Из-за этого бізде тісте кариестер өте көп. Потому что слюнаның біз антибактериальный свойствосын ала алмай жатырмыз да. Қолданбаймыз дейсіз ғой. Мүлде. Еще шайнау мына речевой аппараттың дұрыс дамуына, прикустың дұрыс дамуына әсер ететін сияқты. Еще ол бір жағынан бізге күшті лифтинг қой. Массаж дейсіз ғой. Массаж. Түсінікті. Жалпы үйіңізде тамақты өзіңіз пісіресіз ба? Қазір өзім пісірмеймін. Қазір көмекшім бар. Бірақ сіздің өзіңіздің рецепттеріңізбен, өзіңіздің дұрыс тамақтану принциптарыңызбен дайындайды, иә? Не үшін, үйде жасалу керек тамақ. Өйткені ол жерде бізде посуданың качествосы, мысалы мен кеше бір ужасный статистика естідім да, тура біз рекомендовать ететін ыдыстарды, мысалы Қытайдан алдырады екен да, и содан 10 есе арзан бағада. Мысалы чугун ыдыстарды, чугун қазандар енді ең кемі 80-90 мыңнан кем емес қой. А қазір рынокта бір 30-20 мыңнан көбейіп кетті да. И оказывается ол жерде ол нәрсені өндіруге тек қана ол жерде шойын қолданылмайды екен, тек чугун емес. Яғни ол жерде составтары явно мусорный қоспалары бар. И ол жерде
сүйектер, малдардың сүйектері, мысалы вдруг ол жерде шошқаның сүйектері болса деген күдік пайда болды да. Поэтому негізі арзан ыдысқа, жалпы арзан нәрсеге жүгірмеу керек. Қалай таңдау керек посуданы онда? Мысалға білмейміз ғой біз құрамында не бар. Составтарында мен өзім мысалы ыстық тамақтарды жасайтын кезге чугун ыдыстарды және стекло ыдыстарды, потом сталь. Вот. И нені көп қолданамын. Эмалированный. Эмалированный болады қолдануға. Эмальді болады. Бірақ боялмаған эмаль, наверное, да? Боялмаған. Вот осы ыдыстар негізі кухняда болған дұрыс. Потом өзіңіздің май. Вот сол май туралы, қандай майда қуыру керек, тамақ пісіру керек, сол, по-моему, әрбір адамда сұрақ сияқты. Өте қатты үлкен проблема, потому что көп адамдар подсолнечное маслоға үйреніп қалған. Бірақ ол қандай ужасный жағдайда дайындалып жатқанын көбісі білмейді да. Енді состав өте қорқынышты. Сондықтан даже менде болған кейбір пациенттер, біз ағза тазалық курсында рационнан алып тастаймыз ғой подсолнечное маслоны. И сол кезде олардың үстінде высыпание кетіп қалады. Просто бір-ақ ингредиент алып тастағаннан. И кейбір мен өзімнің ассистентім болған. Айтады, представляете, мен өзім төркініме барғанмын дейді да. Енді үйінде ол әбден жаңағыдай дұрыс тамақтанып жүріп өзінің төркініне барған кезде сондай подсолнечное маслоға келіні тамақ пісіріп берген. И сол күні ол кісіде зуд болып телосында ұйықтай алмаған ғой. Соны айтады да, бір подсолнечное масло сондай проблема әкелгенмен ол осы уақытқа дейін түсінбеппін дейді да. Біз қай өнім бізге қандай аллергия или қандай бір жағымсыз нәрсе әкеліп жатқан қай уақытта түсінеміз, оған элиминация жасаған кезде. Яғни оны біз өмірімізден алып тастаймыз. Сосын шамалы уақыттан кейін, бір 3-4 айдан кейін қайтып қосып көрген кезде, если ол реакция берсе, значит ол сізге аллерген деген сөз да. Бірақ мысалға мен қазір тұтынып жүрмін, менде ешқандай реакция болмауы да мүмкін. Болмауы да. Бірақ алып тастап қайта қосқан кезде барып мен түсінемін. Солай ғой, Бірінші организм тазалану керек, чтобы ол реакцияны сезу үшін. А біз когда қоқысталған организмге әр нәрсені қолдансақ, ол вообще реакция бермеуі мүмкін. Это уже зашлакованный деген сөз да. Мысалы байда біз адамдар жаңа мусорный шелек, если үйде тап-таза болып тұрса, біз оған не болса соны тастамаймыз ғой, барып пакет жауып, әдемілеп жүреміз да, ол реагировать етеміз анаға не салынып жатқан. А ол уже ужасный болып кетсе, не болса соны бәрібір бұл и так болып кетеді, тура сол сияқты организмде. Енді қандай май қолдану керек? Мен үйде мен жалпы жануар майларын тамаққа қолданамын. Ол куриный жир, ол жылқы майынан жасалатын майлар, ол құйрық май деген сияқты. Өйткені бұларды жаңағы жоғарғы температурада қыздырған кезде бұл не окисляется. Ал біздің жаңағы сұйық өнімдер, сұйық майлар, әсіресе мысалы оливковое масло ол правильно деп айтамыз ғой, или кокосовое масло дұрыс деп айтамыз. Бірақ біз оны қыздырған кезде ол тез түтінделеді да, и ол сразу окислениеге ұшырайды. Поэтому біз окислениеге ұшырамайтындай жаңағы жануар майларын именно тамаққа қолдануға өте ыңғайлы. Сіз оны қайдан табасыз? Мысалы Алматыда мен тұратын болсам, мен ол майларды қайдан табамын? Оны арнайы магазиндерден, эко-магазин таба аласыз. Және де мен өзімнің бір пациентім, осыдан 3 жыл бұрын маған жеке консультацияға өте бір ауыр жағдайда келген болатын. Даже баласына аборт жасату керек деген. Сөйтіп бізде по воле Аллаха емделіп, альхамдулиллах, ол өзінің нишасын тауып кетті. Именно бізде питаниянын бәрін өзгерткеннен кейін уже энергиясы пайда болып, и еще жаңа алдырту керек деген баласын біз сақтап қалып, қазір ол баласы 2 жасында екен. Сол қыз өзінің производствосын ашқан. Пациентім ғой. И бүкіл Қазақстанға қазір таратады екен. Сол майларды? Сол майларды. Бұлар жылқының жаңа іш майынан жасалады, жүрек майынан жасалады, в общем, түрлері бар. И олар маслогахиит да жасайды. Негізі маслогахиға да тоже тамақ дайындауға болады. То есть мен мысалға жаңа сіз айтып отырған тауықтың майы, жылқының майына қуыра аламын да, барлық готовкалардың барлығын жасай беремін. А олардың бір спецификалық дәмі болмай ма? Өйткені мысалы мен кокосовый майды көрдім, оның бір дәмі бар. Дәмі бар, Сізге үйреншіксіз. Ал жануар майларында вообще дәм жоқ. Мысалы мен куриный жырға спокойно жұмыртқа қуыра аламын. Өйткені ол кәдімгі подсолнечное масло сияқты вообще дәм білінбейді. А ол мысалға производствода ол майды қандай тауықтардан алады? То есть ол тауықтар да бір жерде фирмада, заводта там антибиотиктар салынған, сондай болуы да мүмкін ғой? Ондай болуы да мүмкін. Бірақ мен именно өзім жаңа алатын өнімдерді біз тексергенбіз оларды. Прямо халяльный каждый тауық бисмиллахпен сойылады. И ол жерде
мынандай техникалардың барлығы сақталады. Яғни ол жерде жаңағы барлығының температурный режимі, чтобы дым болмас үшін, окисление болмас үшін ол жерде бүкіл технология сақталады. Түсінікті. Сен контактын алып алу керек Иә. Енді сұрағым, сіз балаларыңызға фастфуд бересіз ба? Менде мынандай проблема болған. Мен слишком перфекционист адам ретінде күйеуімді, балаларым барлығын бір 3 жыл андай зонада шектеп тастадым. Бұл өте дұрыс емес нәрсе болды. Бұл менің психологиялық білімсіздігімнен болды деп ойлаймын. Енді мен күнде маған әртүрлі аурулар, түрлі проблемамен келген кезде мен өзімді және өзім балаларымды как ауру ретінде қабылдағанмын да, и оларға как ауру ретінде тамақ бергенмін. Прямо строгой диета жасағанмын. И сол кезде мен алғаш рет психология деген темаға кіріп бастадым. Оказывается, ол әр адамның өзінің таңдауы болу керек, әр адамның өзінің жеке пространствосы болу керек деген мәселені. Өйткені еще запретный плод сладок деген нәрсе бар, мысалы. Шектегесін оны қалап тұрады. Қалайды. Мен енді сол нутрициологияға келгеннен кейін барып түсіндім да. Енді әр адам өзінің басына шекесіне бір нәрсе тигеннен кейін түсінеді ғой. Сол кезде мен шекеме тиді. И мен еще өзім де қатты выгораться етіп кеткен, потому что мына жақта пациенттерім бар, мына жақта курсым бар, еще мына жақта мен олардың питаниясын контролировать етіп жүремін да все время. И сол кезде бәрін ешкімге сенбей үйде өзім дайындайтынмын да. Кейін мен уже психология келгеннен кейін бәрін нормада қолдану керек екенін түсінгеннен кейін менде уже релакс пайда болды. Уже мен делегировать ете аламын. И мысалы балалар далаға шыққан кезде фастфуд сұраса, пожалуйста, жи. Мындай бір история болды. Турцияға бір рет бардық, отбасылық демалыс болды. И как раз ол кезде уже барлығы свободада жүрген кез еді. Почему-то я до этого мен оларды шектеген кезде оларда прям қатты не болды, желание болды жеуге. А когда мен оларға рұқсат бердім, сосын айтады, анашы мен точно фреш жеуге бола ма дейді. Бірінші ұлым келіп сұрайды. Сосын я жарайды жей ғой деймін. Қызым келіп сөйтеді, мама точно ма дейді, точно жесем бола ма дейді. Я жей ғой деймін. Сенімдісің ба? Еще екеуі де өйстіп қарайды, и еще менің көзімше жемейді ғой. Өйстіп тығылып барып жейді. Содан кейін рұқсат бергенде сол жерде бір шамалақ қана жеді, болды. Вообще одан кейін тартқан жоқ. Потому что мен ойлаймын, олардың тілдерінің рецепторлары уже оған үйренбеген сияқты. Иә. Поэтому көп жемейді деп ойлаймын. Бірақ андай қонаққа барған кезде бауырсақ жақсы жейді. Бауырсақ жеген жақсы көреді. Ал мысалға енді бала далаға шыққан сайын мысалға сұрай беру мүмкін да? Енді сіздің балаларыңыз окей, ол рецепторлар үйренген. Мысалы басқа балалар далаға шыққан сайын сұрау мүмкін. Ондай кезде енді еркіндік беремін деп разрешение, рұқсат бере беру керек па, немесе шектеу керек па все-таки? Жоқ, бұндай уақытта негізі көп балалар көп тұтынады, мөлшерден көп тұтынады. Бұл әрине организмде дефициттердің әсерінен. Оны қалауы. Иә, оның қалауы. Мысалы, біздің организмімізде патогенді микроорганизмнің титрі жоғарылап кетсе, мысалы, допустим, кандида көбейіп кетті, иә, кластридия көбейіп кетті, немесе паразитоз болған кезде, иә, олар тәттіні бесконечно сұрауы мүмкін, фастфудтарды бесконечно сұрауы мүмкін. Это не норма. Мысалы, біз норма деп қай уақытта айтамыз? Айына максимум 1 рет, немесе 3 айда 1-2 рет, ладно да, жесін. Ал енді ол баланың организмі. Бірақ үйде біз кәдімгідей табиғи дұрыс өнім беруіміз керек. Өйткені балалар ненің жақсы, ненің жаман екенін білмейді, егер оған ата-анасы өзі көрсетіп отырмаса. Және де балаларға прямо мұқият болуымыз керек. Олар біздің бриллианттарымыз ғой, ол біздің ұрпақтарымыз да. Егер сіз қазір қандай тамақ беріп жатырсыз, сіз сол тамақ арқылы оның генін қалыптастырып жатырсыз да. Яғни біздің күнделікті тұтынып жатқан нәрсеміз, ол біздің геніміз қалыптастырады. Поэтому біз егер балаларымыздың салихалы, тақуа, өте бір текті болғанын қаласақ, онда біз олардың тамақтануына тікелей жауаптымыз. Поэтому не болса соны как попало беруге мен қарсымын негізі. Ал мысалға сондай бала болса, жаңа тәтті жегісі келіп тұрады. Мысалы, мен білем, ондай балалар бар, тәттіге құмар. Ондай балаларда демек сіздің айтуыңыз бойынша жаңағы или дефициттер бар, или организмінде дисбаланс бар, ол балаларды не нәрсеге тексеру керек, қандай анализдер тапсыру керек? Жалпы базовый чекапқа тапсыру. Базовый. Мысалы, не кіреді базовыйға балаларға? Базовый чекап, общий анализ крови, общий анализ мочи, хотя бы К-программа, кальпротектин, витамин D, B12, B9, гомоцистеин тоже қазір көруіміз керек. Өкінішке орай қазір
сосудтарда балаларда проблема өте көп болып жатыр. Мочевина креатинин обязательно, иә. Даже кейбір адамдар болады, мочевина креатинин ұшып тұрады, қарасаң уже почкінде ужасное воспаление болып жатыр. Немесе даже кейбір ата-аналар болады, никогда баласына УЗИ общебрюшной полости жасамайды, и всю жизнь, мысалы 5-6 баланың бір почки жоқ екенін білмейтіндер де болады. Осындай сияқты проблемалар болмас үшін біз базовый чекапты обязательно тапсыруымыз керек, хотя бы жылына 1 рет, и общепаразитарный профильге мен жіберемін, и капрограмма, кальпротектин біз кишечниктің состояниесін білуіміз үшін. Потом міндетті түрде балаларды тапсырғаннан кейін, проблемасын анықтағаннан кейін, сразу оның проблемасын шешуге әрекет етуіміз керек. Кейбір адамдар ойлайды, мен анализ тапсырып қойдым, болды деп, ол онымен емделіп кетпейді да. Яғни анализ тапсырдыңыз ба, оны до конца апару керек. Жетіспеушіліктерді толтырып, воспалениені снимать ету керек. Чтобы ол хронический ауруға ұшырап кетпес үшін. И кеше стоматологияға бардым, қызымдікіне. Өте көп балаларда стоматологический проблема өте көп екен да. Ол неден болады? Көбінесе осы тәтті нәрселерді көп қолданғаннан. Ата-анасы и балалар прикус сразу өзгеріп кетеді, тісте құрттайды, и десналарда проблема деген сияқты. Ауыз қуысында проблема ма, ол автоматически бізде уже асқазаншық жүйесінде проблеманы тудырады. Ал көп пайызда ол генетиканың әсері деп ойламайсыз ба? Мысалға мен өз тәжірибемнен айтайын, менде 2 қызым бар, үлкенде кариес бар. Екінші қызым қазір бұйырса 5-ке келеді, бірде-бір кариес жоқ тісінде. Хотя енді екеуінің де тамақтану бірдей, екеуінің де былайынша айтқанда условия жизни бірдей, бірақ біреуінде бар, біреуінде жоқ. Соған көбінесе больше бір генетический факторлар әсер етеді деп ойламайсыз ба? Жоқ, негізі в любом случае бізде генетика ол 50%, эпигенетика бізде 50% ғой. Яғни, значит, ол балаға генетикада ол, допустим, проблема тұр, бірақ эпигенетикада, допустим, сіз ол уақытта біліміңіз азырақ болып қалды ма, или бір нәрсені пропускать етіп алдыңыз ба, или сізде во время беременности витамин D-ның, кальцийдің нехваткасы болды ма, сондай сияқты бір нәрселер, или даже ұйқы дұрыс болмаса, питание, тамағы дұрыс болмаса, прикорм дұрыс басталмаса, ол әсер етуі мүмкін да. Сондықтан тек қана біз генетикаға шектелмейміз. Қазір генетический аурулардың өзін бізде емдеуге мүмкіндік бар да. Сондай замандамыз ғой, Аллаға шүкір. Айда ханым, сізден бір өте жиі кездесетін жүктілік кезінде соның ішінде запор проблемасы туралы сұрағым келіп тұр. Өйткені көптеген сұрақтар келеді қыздардан. Енді жүктілік кезінде прогестерон гормонының әсерінен релаксин, кишечниктің жұмыс жасауы кішкене бәсеңдейді. Соның салдарынан да, мысалға, бұрын айтады қыздар, менде ешқашан проблема болған жоқ еді, жүктілік кезінде басталды деп. Қалай жүктілік кезінде осы запор проблемасын алдын алуға болады? Ал кімде бар, қалай осыны емдеуге болады? Енді жаңағы дюфалак сияқты тек қана препараттар емес, жалпы дұрыс емдеу жолы. Жалпы запор, бұл өте глобальная проблема. Не только жүктілер қазір, кеше ғана прямой эфирде бір кісі айтып жатады, 1 жастағы балам 1 жыл болды запордан, яғни туғаннан бері запордан страдать етеді. Енді әрине бұл тек қана жаңағы жүктілердің проблемасы емес. Не үшін запор болып жатыр? Өйткені көп жағдайда қазір әйел адамдарда ЖКТ-да проблема, өте застой, өте тас, өте полип и гипотиреоз. Көп 80-90% жағдайда бізде гипотиреозды, именно клеточный гипотиреозды ешкім көрмейді, и оны ешкім коррекция жасамайды. Получается, бізде периферический органдарда энергия жоқ көп адамдарда, из-за этого бізде запор болады. Енді бұны емдеу үшін әрине біз ең бірінші проблеманы анықтауымыз керек. Именно ода застойдан болып жатыр ма запор, әлде ода гипотиреоздан болып жатыр ма, әлде ода клетчатка жемей ма деген сияқты бірінші соны анықтап алған дұрыс болады. Бірақ базовый рекомендация обязательно біз күнделікті тегін, простой ыстық су ішуді әдетке айналдыруымыз керек. Ыстық су ма, жылы су ма? Желательно ыстықтау болған дұрыс, чтобы бүкіл мышцалардың барлығын, сфинктерлардың барлығын босаңсытайтындай ыстықтау болу керек. Примерно 40 градус пен 50 градустың арасы. Аш қарынға? Аш қарынға, бірақ суды қайнатпаймыз. Көбісі ойлайды, қайнатып, сосын суытамыз деп. Сөйтіп ойлайды. Просто біз тефальға су аламыз, соны примерно 40-50 градусқа дейін ысытамыз, болды. И соны в течение дня 1,5 литр ішіп жүрген вообще жақсы. Әсіресе қыс уақытысында. Постоянно жылы су болу керек?
иә, желательно. Сол кезде біздегі анау қатып тұрған застой, қатып тұрған каловый массалардың барлығы жақсы түсіп бастайды. Осының өзінде менде қаншама адам жазады. Менде осы ыстық судың өзінен запор кетті дейді да. Бұл өте бір бюджетный вариант. Еріншектер істейтін, мысалы, дәрігерге бармай, немесе дәрі сатып алуға ақша қимайды деген сияқты. Осы нәрсе көмектессе, онда Аллаға шүкір, без проблем. Значит, мышцаларда спазм бар деген сөз. Ол стресстен де болуы мүмкін да. Екінші нәрсе ол активный образ жизни. Ең үлкен проблема қазіргі уақытта. Офиста отыратындар, вообще қимыл қозғалыс аз. Даже бізде домохозяйкаларда вообще жұмыс жоқ қой, үйде бәрі стиралка бар, бәрі жанымызда, и бізде вообще жүріс жоқ. Сондықтан күніне 5 мың, 10 мың шаг ол міндетті түрде да әрбір адамға. Мен де өзім Францияда оқып жатырмын ғой, биыл бітірдім. Бізде соңғы модульда именно осы остеопорозға байланысты өте бір насыщенный 4 күндік обучение болды. И ол жерде прямо әсіресе әйелдерге қимыл қозғалыстың маңыздылығы туралы өте мықты ақпараттар болды. Біз шынымен де еркектерге қарағанда бізде тестостерон гормоны аз, и біз көбінесе просто жеңіл нәрселер істегіміз келеді, и бізде қимыл қозғалыс аз. Сондықтан біз тез қартаямыз да. Негізі біздің скелетімізді жаңартуға болады. Біздің скелеттің жасушалары, қаңқамыз каждый 10 сайын жаңарып отырады екен да. Егер біз дұрыс өмір сүрсек, сол кезде прямо іштен зерттеген. 10 ай сайын. 10 жыл сайын. 10 жыл сайын. Полностью скелет. И жавчина болып қалмас үшін, енді мысалы кейбір тістер сап-сары бір адамдар көргенде бір қорқып кетесің ғой. Сүйек сондай состояниеде болмас үшін ол всегда движениеде болу керек да. И бізде қартаймас үшін біз всегда движениеде болсақ, біздің өміріміз өте бір андай күшті өтеді да, иншаллах, энергично, бүкіл жаңа органдарға қан жүгіреді деген сияқты. И біз ресурсны жүреміз. Вот сол сияқты күніне хотя бы 5 мың, 10 мың шаг жүрсетін болсақ, біздің миымыз да тазарады, бүкіл жасушаларымызға қан барады, ойымыз жақсы идеялар келеді дегендей. И соған сәйкес біздің кишечниктеріміз өте жақсы жұмыс жасайды. Енді бізде қаншама мысалы аш ішектің өзі 7-8 метр, оның бәрі просто тұрса, мысалы арықтан су ағып жатса, ол жерде суды біз тұрғызып қойсақ, ол сасып кетеді ғой. Тура сол сияқты ішектердің перистальтикасы ол жұмыс жасап тұру керек қой. Ол үшін белсенділік керек. Ол үшін белсенділік керек. Ал бізде бәріміз тек осындай отыратын жұмыстар, немесе кішкене ғана қимыл, басқа вообще тым қимыл жоқ. Сондықтан бізде бұл жігіттердің барлығының жұмысы өте төмен. И из-за этого бізде жаңа каловый массалар ұзақ уақыт ішекте қалып қояды. И мен айтамын ғой пациенттерге, мысалы сіз қараңызшы, запордың қауіптілігін былай түсініңізші хотя бы деймін да. Сіз ваннаға, унитазға бардыңыз, үлкен дәретке отырдыңыз, и туалетті вымывать еткен жоқсыз. Сіз неше минут шыдай аласыз деймін да. Мысалы бір 15-20 минуттан артық сан жерде тұру нереально болады. А сол процесс сіздің ішіңізде тұрады, представляете деймін да. И ол ішекте тұрған нәрсе қайтадан қанға өтіп, қайтадан токсиндердің барлығы организмді улайды ғой. И осыдан бізде онкологиялық аурулар қазір көбейіп жатыр да. Поэтому бұл запор деген бір ойыншық болып қарайтын нәрсе емес. Просто сенна немесе слабительдер ішіп жүретін нәрсе емес бұл. Бұл кәдімгі глобальный уже қызыл лампа. Образ жизнін бастап өзгерту керек дейсіз ғой. Бұл уже қызыл лампа жанып жатыр деген сөз ғой. Уже қауіпті аурудың бір белгісі да. Уже срочно қолға алу керек деген сөз да. Поэтому осы нәрселерді хотя бы қолға алу керек. Су обязательно жүру, хотя бы жүру да, фитнес-залға бармай қойсын, спорт-залға бармай қойсын, ақша құртып, просто тегін жүрсінші. И желательно жүрген кезде таңғы уақытта күн сәулесінің бойында жүрсе, серотонин гормоны бөлініп, уже біз одан басқа гормональный балансты реттеп, витамин Д-ні да алып алатындай бір барлығын баланста жасауға тырысу керек. И обязательно жаңаға рацион дұрыстау керек. Обязательно біздің рационымызда май, дұрыс пайдалы майлар болу керек. Не үшін? Потому что ауыз қуысына май түскен кезде, пайдалы май, мысалы, хотя бы масло гахи, да, бір қасығын просто таңғы аста тұтынатын болса, или кокосовое масло, или оливковое масло, онда бізде 12 ішекте холецистикинин гормоны түсіліп, ол өттің қабының жиырылуын алып келеді. Өт қабы бізде жиырылған кезде өт ағып бастайды да. А өт уже слабительный эффект береді ғой тогда.
и все іс жүреді иншаллах. Жүктілік кезінде осы қосып кеткім келіп тұр. Жаңа жүктілік кезіндегі жаттығу жасайтын, белсенділікті арттыратын келіншектерде даже зерттеулер бойынша босануы жақсы өтеді, послеродовая депрессия азырақ кездеседі деген сияқты. Яғни белсенділік кез келген кезеңде ол жақсы. Енді сұрағым келгені, жаңа сіз айттыңыз ғой, аш қарынға су ішу керек деген сияқты. Су ішкеннен кейін қанша уақыттан кейін таңғы асты ішу керек? Бір уақыты бар ма, күту керек деген? Иә, желательно 15-20 минуттан кейін ішкен дұрыс болады. Айда Мұхтаровна, сіздің жақында кітабыңыз шықты, сол кітап туралы қысқаша айтсаңыз, ішінде не бар, не туралы, кімге арналған кітап деген сияқты? Бұл кітаптың шығу историясы өте бір қызық болды. Негізі 2,5 жыл бойы бұл жазылу процесінде болды. Бұл кітапты медициналық тілден қарапайым тілге ауыстыру ұзақ уақыт алды. И бұл кітаптың атауына мен 1 жыл уақыт кетті. Атауын қою үшін. Ойландыңыз. Сенің миллиондарың деп қою үшін 1 жыл уақыт алды. Не үшін мен сенің саулығың, сенің миллиондарың деп алдым? Өйткені қазіргі уақытта менің жеке кеңесіме немесе курстарыма келетін кісілердің көбісі звездалар, өңшең жаңағыдай крутой адамдар келеді, бизнесмендер, бизнесвумендар деген сияқты. И олардан байқағаным, оларға денсаулық деген как-то бір қолданыс нәрсесі сияқты да. Оларға как бизнесі сияқты бір ақша ретінде қарамайды. Инвестиция ретінде қарамайды. Инвестиция ретінде вообще қарамайды. Әйтеуір ол тез мына жерінде бір жазып емдей салшы, осы жерге бір дәрілер жазып бере салшы дейді. Мен айтамын, қалай істеймін да? Бұл деген кәдімгі үлкен бір нәрсе ғой, бір кәдімгідей бұл ответственность деймін да. Сосын айтады, сонда соны бүйту керек па, үйту керек па дейді да. Олар как-то бір оған бір құндылық бермегендіктен көп жағдайда жаңағыдай емдерін толық аяқтамайды, немесе емдері дұрыс болмай қалады, ортасын тастап кетеді деген сияқты. Сондай нәрселер көп кездесті. Содан кейін мен адамдардың как миллион сияқты, миллионға қарағандай денсаулығына қарамайтынын түсінгеннен кейін, значит, бізде денсаулықты ақшамен байланыстыру керек екен ғой деген идея туды. Если сіздерге вот ақша варианты ұнаса, давайте, допустим, солай қарайық деп. И мен адамдарға айтқым келеді да, сен мысалы, менде өтпен проблема көп келеді ғой. Мысалы, өтін алдырып тастаған адамдар көп андай өкінішпен жазады да. Мен сіздің курсыңызды білгенде, мен өтімді сақтап қалатын едім дейді. Не үшін олар үйтіп қақсайды, зарлайды? Потому что олар өт қабын алып тастағаннан кейін, оларда проблема одан сайын көбейеді. Хотя бізде адамдар ойлайды, мен өтімде тас бар, мен оны удалить етіп тастасам, все, менде бәрі идеально болады деп. На самом деле это не так. Әрбір органның қызметін Аллах тағала беріп қойғанда, бізді уникальный етіп жаратқан. Бізде ешқандай орган лишний емес дейсіз ғой. Лишний емес, бәрінің өзінің атқаратын қызметі бар да. И сол адамдар, мысалы, өт қабын алып тастағаннан кейін, ол миллион берсе де, ол миллиард берсе де, ол бүкіл әлемнің байлығын берсе де, ешкім сондай өтті салып бере алмайды. Все, уже ода орган жоқ. Сен қаншама нәрсе істесең, ол орган таппайсың. Сен бизнесіңді сатсаң да, басқа нәрсе істесең де. Сондықтан мен адамдарға айтқым келеді, сен бүкіл органдарың барлық орында тұрма, сен альхамдулиллах ауаны тыныс ала аласың ба, таза ауаны. Сен тамақ ішкен кезде тамақтың дәмін сезе аласың ба, үлкен дәретке спокойно кіріп шыға аласың ба, кіші дәретке нормально шыға аласың ба, сен уже миллионерсің. Сенде уже бүкіл әлемнің байлығы бар. Просто осын сақтауға әрекет етші деп айтқым келеді. Потому что кейбір адамдар бүкіл байлығын, өмір бойы жинаған байлығын осы денсаулығын дұрыстау үшін өткізіп жатыр да. Осындай нәрсе болмаса екен деген ниетпен сол кітаптың ішіне бүкіл жаңағы профилактикалық шаралар, қалай біз ауру болмаймыз, вообще клеткалық деңгейде, вообще превентивный медицина не нәрсе ол, қалай ол дұрыс емделу керек, қалай организмге ген уборка жасауға болады, не нәрсе акцент беру керек, не үшін глютен жеуге болмайды, не үшін молочный өнім, не үшін қант жеуге болмайды деген сияқты. Даже қандай ыдыстар қолдану керек біз. Не үшін жаңа үлкен дәреттің түсі, қоңыр түсті не үшін, зәрдің түсі, сары түсті деген сияқты. Былай қарасаң, элементарный 1-ші класстың баласы білу керек нәрсе, бірақ көп үлкен адамдар ол нәрсені білмейді да. Яғни біз мысалы Инстаграм ақша келеді десе, біз ойбай соны срочно үйреніп алуымыз керек дейміз да. Немесе анандай бір нәрсе бар, жаңағыдай биржа бір немесе олар ақша табуға болады десе, біз жүгіріп барып соның бүкіл нәрсесін үйреніп алуға тырысамыз. Не үшін біз өзіміздің өмір бойы бізді ақыретке дейін алып баратын теломызды зерттемейміз? Вот маған сол интересно да, көп адам өзінің әр органның қалай жұмыс жасайтынын, функциясын білмейді.
былай қарасаң обидно, да? Бұл біздің эко жүйеміз ғой, бізді ақыретке дейін алып баратын. Но осы нәрсені біз зерттемегендіктен, білмегендіктен, осы туралы көп информация алмағандықтан біз көп ошибка жіберіп жатырмық та. Өте көп. Дұрыс емес. Безберекет жаңағы тамақ жеу, безберекет баттарды ішу. Бір дәрігер бір нәрсе деп айтты ма, мысалы удаление жасау керек, киста кішкентай бір киста болма, удаление жасау керек дейді, барда удаление жасай салады. Кейде обидный случайлар өте көп менде. 18 жасында бір студент қыз щитовидкасында киста болған, и студенческий поликлиникаға барған кезде айтқан ғой, мына жерде киста бар, бұған удаление жасау керек деп. Сөйтіп хирургқа барған, хирург айтқан, давайте операция жасаймыз. Сөйткені барған кезде ол ойлаған, что кистаны ғана алады деп. А там полностью щитовидная железаның бір долясын алып тастаған да. И ол қыз маған 10 жылдан кейін келіп тұр. Қазір ол 18 жасында удаление жасаған, маған 28 жасында келіп тұр. И ода куча проблема да. Ең бірінші мен операциядан шыққаннан кейін менде уже мына жерде жаңағы шов түсті, маған ол уже дискомфорт болды дейді. И одан кейін менде уже салмақ қосу басталды. Мен күн сайын салмақ қосым дейді. Өзі 60 па 50 килограмм болған қыз, маған уже 95 килограммен келіп отыр дегенде. И бір бала босанғаннан кейін ол бесплодие болып қалған, көтере алмай қалған деген сияқты гипотериоздың барлық проблемалары уже көбейген да. И бұл ненің әсерінен, бұл сауатсыздықтың әсерінен болып тұр да. Хотя сол кистаны удаление жасамай-ақ, просто питанияны, образ жизни дұрыстау арқылы кетіруге болады еді. Даже просто тұрса да, ол если доброкачественный киста болса, ничего страшного да. Зато оның өміріне ондай бір хаос болмайтын еді дегендей. Сондай сияқты біз өзіміздің организміміз дұрыс түсінбегендіктен, білмегендіктен, бізде білім болмағандықтан көп осындай өмірімізді қиындап жатамыз дейсіз ғой. Проблемаларды өз-өзімізге жасаймыз да. Айда ханым, осы видеоның астына комментарий жазған, мүмкін оқырмандардың, көрермендердің арасынан сіздің бір кітабыңызды ойнатсақ қалай қарайсыз? Давайте, өте күшті қараймын. Қалай таңдаймыз? Кез келген комментарийден рандомды таңдаймыз ба, немесе қандай критерий бойынша таңдаймыз? Давайте осы видеоның астына ең күшті бізге пожелание жазған адамға берейікші. Күшті, иә. Потому что мұсылмандар бір-біріне жақсылық тілеу керек дейді ғой, бір-біріне былай айтқан дұға жасасақ, сізге де періштелер, саған да деп тұрады ғой. И ол кісіге де пайда болады, бізге де пайда болады деген. Күшті идея. Так что осы видеоның астына кез келген өзіңіздің пожеланияңызды жазып кетіңіз. И солардың арасынан Айда ханым екеуміз бір көрерменді таңдап алып, Айда ханымның кітабын сыйлайтын боламыз. Айда ханым, соңғы сұрақ сізге. Әйел адам енді бір жетістікке жету үшін, енді әйел адам емес, кез келген адам жетістікке жету үшін энергия болу керек. И көп деген қазіргі таңда проблема ол энергияның аз болуы, шаршау. Осындай нәрсе болмау үшін, энергия көп болу үшін әйел адам дейікші, әйел адам не істеу керек? Бір базовый, основной бір принциптарды айтып кетсеңіз. Мынау, бірінші, екінші мынау, үшінші мынау деген сияқты. Өте күшті сұрақ, негізі өте актуальный сұрақ. Бұл мен 2020 жылы жаңа PubMedте оқып жүрген кезде уже біздің глобальный проблема осы энергияны толтыруға байланысты болады деген. Действительно, соңғы 3-4 жылдықта энергияға байланысты сұрақтар өте көп келеді. Бұл заңды сұрақ, потому что қазір бізде информационный өте бір көп информацияның уақытысы, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, адам қорыта алмай жатыр. И көп энергиямыз негізі осындай болмайтын, бізге как будто үйреншіксіз сияқты болып қалған нәрселерге біз кетіп жатқанын білмейміз. Сондықтан ең бірінші біз энергиямызды көбейтуіміз үшін қайда энергиямыз кетіп жатыр, қайда сливание болып жатыр, расходты анықтау керек дейсіз ғой. Расходты анықтау керек. Ол үшін қарапайым әйел адамдарға мен кеңесім, үйлеріңізге детокс жасаңыздар. Бірінші біз пространствоны дұрыстауымыз керек, потому что әйел адамға пространство өте важный нәрсе. KonMari әдісі бойынша үйге, пожалуйста, уборка жасаңыздар, полкалар, киімдер, ыдыстар, керек емес заттар, ойыншықтар, тамақтар деген сияқты, кухня. Отдельно каждыйна прям KonMari бойынша идеально етіп, керек емесін тастап, только керек заттарды алып қалсақ, уже бізде энергия көтеріледі. И екінші нәрсе ол соцсеттер. Егер сізге ұнамайтын немесе өңшең андай бір негативті информация беретін парақшалар бар ма, или сондай блогерлер бар ма, мен сондайлардан сразу отписка жасаңдар деп кеңес берем.
если честно, мен көп новости қарамайды екенмін. Біреулер мынандай кезде осындай болды деген кезде андай бір инопланетяндар ұқсап отырады. Қойшы сондай болды ма не деген сияқты. Потому что лишний раз ондай нәрсе энергияны құртқым келмейді да. Маған қатысы жоқ дейсіз ғой. Иә, маған қатысы жоқ нәрселерге. Сондықтан вот соцсеттерден полностью тазару керек. И аптасына хотя бы бір рет полностью соцсеттерге детокс қоюға кеңес беремін. И әрине ол организмге детокс жасау керек. Организмді тазалау керек. Не үшін? Потому что хронический аурулар, паразиттер, бұлар біздің үздіксіз стресс деген сияқты нәрселер, бұлар біздің үздіксіз энергиямызды жеп отыратын заттар. Және біздің энергиямыздың генераторы, өзі кішкентай болса да, мынау бабочка сияқты біздің щитовидная железамыз. Бұл біздің бүкіл организмге энергияны таратып отыратын орталық. И өзі мынандай бас бармақ сияқты кішкентай ғана орган. Но бұл орган бұзылса, біз энергияны еш жерден алуымыз қиын болып қалады. Поэтому бізде активный гормон Т3 бүкіл органға жетуіміз үшін сізде клеточный гипотиреоз бар ма, жоқ па, жалпы гипотиреоз бар ма, жоқ па қарау керек. Бірақ қазір маған келетін 95% адамда клеточный гипотиреоз бар, и ол еще новорожденный балаларда да. Потому что истощенный мама дүниеге әкеліп жатыр. Оның себебі неде деп ойлайсыз? 95% деген ол үлкен статистика ғой. Ол неге байланысты деп ойлайсыз сонда? Потому что бізде стресс, перманентный стресс, бізде мамалар дұрыс беременности дұрыс жүргізбейді. И во время беременности көп әйелдер гипотиреозбен туатынын байқамайды, білмейді. Коррекция жасамайды мүлде. Жоқ, сол әйелдерде болу себебі? Стресс, питание дұрыс емес. Вот в основном осы факторлар. И ұйқы бізде режим дня көп адамда дұрыс емес. И обязательно щитовид базовый чекап тапсырып, жылына хотя бы 2 рет, болмаса хотя бы 1 рет базовый чекап тапсырып, общий организмде не болып жатқанын анықтап, анализ жасап отыруымыз керек. Организм бұл біздің ең құнды байлығымыз. Сондықтан тойға бармасаңыз да, білмеймін, киім кимесеңіз де, хотя бы біз әрбір клеткамыздың, бізде триллион клетка бар ма, әрбір клеткамыздың дұрыс жұмыс жасауына жағдай жасап беретін болсақ, ол міндетті түрде өзінің бізге табысын береді. Сондықтан хотя бы осындай нәрселерді атқару арқылы біз энергиямызды арттыра аламыз. Көп рахмет, Аида ханым, күшті пайдалы подкаст болды деп ойлаймын. Ал комментарийда кім кітап ұтып алғысы келеді, Аида ханымның тамақтануға байланысты, дұрыс өмір сүру салтына байланысты осындай күшті кітабын кім ұтып алғысы келеді, осы видеоның астына кез келген өзіңіздің пожеланияңызды жазып комментарий қалдырсаңыз, араларыңыздан бір адамды таңдап осы кітапты сыйлайтын боламыз. Аида ханым, сізге көп рахмет, кәсібіңізге береке болсын, ары қарай дамый беріңіз, жанұяңызда тек аманшылық болсын. Кстати, айтуға ұмытып кетіппін, жақында тұсау кестіңіз, қызыңыздың құтты болсын дегім келеді, дені сау болсын, бақытты балалық шағы болсын. Көп рахмет. Сізге де рахмет, өте керемет подкаст шығады деп ойлаймын, иншаллах. Сонау Катардан келіп, осындай подкаст ұйымдастырып, енді халық үшін жасап жатырсыз ғой. Қаншама қыздың көзін ашуға, Аллах осы істеп жатқан жұмыстарыңыздың берекесін беріп қойсын. Аумин. Және қаншама қыз келіншектерге бұл пайдалы болып, ақыретте де бізге бұл бонус болсын. Аумин. Көргеніме қуаныштымын. Көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз.